Мүшел жасқа кіргенде не істеу керек? Мүшел жасқа өз қазақтар ғана кіреді. Қалғандар мүшелден спокойно өтіп кете береді. Әрбір ұлттар, мұсылман халықтары. Бірақ біздің қазақтар әйтеуір мүшелге келген кезде буксовать етіп қалады, не алға жүре алмайды, не артқа жүре алмайды, садақа да бергісі келіп, әйтеуір қалтырап дүрілдеп киімдерін алып келіп сондай нәрсе жасайды. Молдаға барыңыз, имамға барыңыз. Молда ауамин деп жақсылап тұрып батасын өткізеді да, береді де, шлагбаумды асып, 13 жылға сізге ары қарай өткізіп жібереді Құдайдың қолауымен. Содан 13 жыл ары қарай өміріңізді жалғастырып кете бересіз. Бірақ сол мүшелден бір тәлім алып шығу керексіз. Мүшел жай мүшел емес. Сол мүшелден сіз 13 жылдық, 12 жылдық артқа өміріңізге бір тексеру, ревизия жасаңыз. Не істедім мен? Алла риза, ертең сұрайды сенен. Осынша өмір бердім дейді. Сіз сол 13 жылға жауап беріп қойшы өзің. Не істедің 13 жыл бойы? Қандай жақсылық істедің? Соның бәрін есептеңіз. Содан кейін күнәң көп па, сауап көп па қарап көріңіз. Енді сол алдыңыздағы келешек 13 жылға, 12 жылға тағы план құрыңыз. Я Алла, енді мен мынаны күнәні жасадым. 13 жылда бір сүреден жаттасам, 13 сүре жаттайтын едіңіз сіз. Осыны жасадыңыз ба? Осындай тәлім өзіңізге не қойыңыз, план қойып, Алла жеткізсе, иншалла сонда мүшелден сол сүренің құрметі үшін Құдай сізді жеткізеді. Жаттайын десеңіз.